Сәлем достар, бүгін сізге брокколидің сіз білмеген таңғажайып қасиеттері туралы айтатын боламын. Брокколи деген бұрынғы заманда, яғни емдік қасиеті бар екенін біліп, адамдар ауыр жағдайда жатқан кезде брокколиді қайнатып, суында ішкізген, оны жегізген және оның пайдасы туралы Қытай медицинасы талай кітаптар жазған. Сонымен қатар брокколиді білсеңіздер, ең бірінші айтып өтетін жағдай ол әртүрлі рак, ісік ауруларының алдын алады. Яғни брокколидің құрамында, әсіресе мына жасыл жапырақтарының құрамында өте көп деген сульфорафан деген зат бар. Сульфорафан деген заттан шетелде ісікке қарсы дәрілер жасап шығарады. Сонымен қатар брокколи, егер сізде анемия бар болса, сіздің ағзаңыздың құрамындағы темірді көтереді. Брокколидің тағы бір айтып өтетін жағдайы, ол арықтауға көмектеседі. Қалай көмектеседі? Яғни зат алмасуды жақсартып, бүкіл ағзадағы керек емес шлактардың бәрін шығарады. Сонымен қатар, сіз білмейтін тағы бір жайт, егер сізде холестерин жоғары болатын болса, осы брокколиді жеңіз, сіздің холестериніңіздің төмендеуіне көмектеседі. Тағы қан тамырлардың, яғни эластикалық қасиетін жақсартады, қан тамыр жағдайында жақсартады. Сонымен айтып өтетін жағдай, егер сізде тез шаршау, сонымен қатар бас айналу бар болатын болса, күніне 100 грамм, 200 грамм брокколи қолданатын болсаңыз, ол аурулардан айығуға болады. Сонымен қатар брокколи бұл сізде егер көп уақыт үлкен дәретке бара алмай жүрсеңіз, яғни іштің қатуы, іштегі запорлар сізді мазалап жүрсе, осының бәрінің алдын алады және емдейді. Себебі бұл ішектің перистальтикасын жақсартады және асқазан жара ауруларында емдейді. Сіздер білетін жайт, брокколи өте пайдалы және біздің ағзамызға орасан зор өзінің көмегін тигізеді. Сондықтан күнделікті тағамда брокколидан тағам жасап істеп жеулеріңізді, яғни рекомендация жасаймын. Брокколидан әртүрлі блендерда өткізіп кашалар дайындауға болады, салаттар жасауға болады. Брокколиді жұмыртқаға малып, яғни қуырып, яғни беруге болады. Сонымен қатар қайнатылған күйінде де жеуге болады. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар.